Айдын көлдің шалқар сулары, інсанияттың ырысқал қазаны. Күміс сағым беріп, зер думанлы нұрға енген шалқар сулар құшағы, білгенге берекеттің тымсалы. Хікметлі сөз бар. Тіршілік дәстеп судан жаралған. Демек, тіршілік құяштан күш қуат, судан нар алған болса, мың сан қазиненің мәканы су. Әділ Мырзаназаров 7 қазиненің бірі саналған балықшылыққа ықылас қойып, фермер қожалығын түзді. Фермер лабораториясында балықты қолдан өршіту жұмыстары бүгінгі күнде заманауи әспап үскенелер жәрдемінде әмелге асырылмақта. Балықшылыққа бар ықыласыменен байланып қалған Әділ, бұл талапқа айланысқаннан соң, жігітке жеті өнерде аз екенлігін түсінді. Балықлар үшін белоклы азықлық зәрур болса, балық жемін таярлап жеткеру үшін диқаншылықпенен шұғылана бастады. Балық жемін мәкке, шуыры, бидай дақылларының қайта істеп, витаминлерге бай азықлық өнімлеріменен тәминлеп атыр. Әр күні есап кітап жұмысларын жүргізуді әдетке айландырған Әділ, күнделікті істерін іржелестіріп барады. Шаңарақ адамның қорғаны болса, бұл қорғанда Зайыбы Гүлстан Алыниязова менен пікірлесіп, жаңа жұмысларына мәдет алады. Балықшылықтан тысқары жер менен тілдескен жігіт, диқаншылық менен де шұғылдана басылады. Ауыл аймақ тұрғыларын жұмыс менен тәминледі. Еліміздің һәм шаңырақтың қорғынлығы минеттің арқасында екенлігін сезінген Әділ, әтрапындағы адамларға жақсы мүмкіншілік жаратып берді. Олар бүгін өз минетінен зауқланып жасап атыр. Көл атрапындағы өсімліктерді сақлап қалуменен бірге, шөлге шыдамлы, сондай-ақ дәрілік өсімліктерді көбейтіп, тұрып қалған тұзды суға жап салмалар қазып, көлге жаңа өмір берді.
Ана табият оға да сахи. Табиятқа шын ықласы менен байланған адам оған анасындай мехір береді һәм қорғайды. Бүгінгі күнде ана табиятымыздың флора һәм фаунасын көз қарашығындай сақлап қалуда перзентлік қызметін атқарып келатыр. Балықшылық кәсібінің өзіне тән сыры һәм мәшақаты бар. Бұл жол ағыстың иіріміндей сырлы болған сайын құрамалы һәм зауқлы. Соңғы уақытлары мемлекетімізде сапалы балық өнімдерін істеп шығару көлемдерін көбейту бойынша бір қанша бағдарламалық ілажлар қабыл етілді. Күні мененгі минеттен кейінгі түн балықшыларға жаңа ілхам береді. Олардың табият құшағындағы өзара ойласығынан соң ертеңгі күннің іс ережелері түзіледі. Суда қалаш қаққан балықтың базардағы балық дүканларына келіп түсемен дегенше қаншама жоллар басып өтіледі. Бұл тек балықшыға аян. Халқымыздың дастурханын арзан һәм сапалы балық өнімдері менен тәмінлеу күн сайын жақсы жолға қойылмақта.